Жамбыл ауданының әлеуеті жылдан жылға артып отыр. Алға қойылған міндет межелер толығымен орындалып, өз жемісін беріп келеді. Әсіресе биыл ауыл ел бесігі жобасы аясында әлеуметтік нысандар пайдалануға беріліп, бір қатар ғимараттар қайта жаңғыртудан өткен. Әріптесім Аят Асқарбекұлы ауданның тыныс-тіршілігімен танысып қайтқан еді. Толығырақ келесі сюжеттен көріңіз. Жамбыл ауданы белгіленген межені бағындырып көш басында тұр. Барлық салада өсім байқалады. Облыс әкімінің тапсырмасына байланысты берілген бүкіл индикаторлардың бәрі 9 айдың 10 айдың қорытындысы бойынша 100%-ға орындалды. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында ауданда бірқатар жұмыстар атқарылды. Одан сол республика көлемінде 760 миллиондай қаражат бөлініп, ауданның орталығындағы абаттандыру, көше жөндеу, жарықтандыру, мәдениет үйін, спорт алаңдарын жөндеуге бірқатар қаражаттар бөлініп, 100% орындалды. Аудан атқамінерінің айтуынша, ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында 33 жоба қолға алынған. Яғни республикалық жобаның арқасында жаңа нысандар ел игілігіне беріліп, тозығы жеткен ғимараттар қайта жаңғыртудан өткен. Ал бұл келер жылы пайдалануға берілетін спорт кешені. 90 орынға шақталған. Құрылыс жұмыстары аяқталысымен мұнда еркін күрес, баскетбол, волейбол сынды спорт түрлерімен айналысуға болады. Құрылыс жұмыстарын біз ойлап отырмыз. Қазір осындай қарқынмен жүре берсе, үстімізде 2020 жылдың қыркүйек айына дейін құрылыс жұмыстарын бітіруіміз керек. Және аудан көлемінде болатын бүкіл жарыстардың барлығы осы жерде ұйымдастырылатын болады. Бүгінде ауыл ел бесігі жобасының жемісін халық көріп отыр. Сөзімізге дәлел аудан орталығынан ашылған мына балабақша. Бүгінде бөбекжай орын тапшылығын азайтып, 200 баланы тәрбиелеп отыр. 200 балаға арналған, 200 бала қазір толық. Ішінде 8 тобы бар. Әр топта 25 баладан. 5 үйірмеміз бар. Оның ішіне кіретін орыс тілі, ағылшын тілі, вокал бар, хореография бар, күрес бар. Жамбыл ауданында кәсіпкерлік саласы қарқынды дамып келеді. Оған ерекше бастаманы қолға алған жас кәсіпкерлер арқылы көз жеткізуге болады. Мәселен, аудан тұрғыны Ақмарал Батырбекова алмақақ дайындаудың жаңаша тәсілін ойлап тауып, бүгінде өнімдерін нарыққа шығаруға дайындап жатыр. Бизнестің жол картасы 20-20 бағдарламасы бойынша 2 миллион теңге грант ұтып алдым, яғни инновациялық жобадан. Менің жобам бойынша осы қазіргі таңда алмадан алмақақ жасап өңдеп жатыр. 1 тоннаға жуық өнім дайындау үстіндеміз. Әлі нарыққа шығара қойған жоқпыз. Енді упаковка жасап, яғни нарыққа шығару жоспарда бар. Бұл Жамбыл ауданында атқарылған жұмыстардың бір парасы ғана. Бұдан бөлек асыраушы сала ауыл шаруашылығында да айтарлықтай өсім байқалады. Ал ауыл ел бесігі жобасының арқасында ауданның әлеуеті жаңа деңгейге көтеріліп отыр. Аят Асқарбекұлы, Азат Байтемір, Олжан Таласқызы, Жеті Ньюс, Жамбыл ауданынан.